Ұлы мақсат, биік мұрат. Биік мақсат, зор үміт, ұлы пікірі жоқ өмір хайуан тірлігіне ұқсас. Ахмет Байтұрсынұлы. Лев Толстой саналы адамға ішіп жеп ұйықтап ояну өмірдің негізгі мәні бола алмайды деген екен. Әлбетте солай. Бұл ғаламға келіп кеткен небір данышпан, хакім атаулы өмірдің мәнін, адам баласының бұл дүниедегі ұлық мақсаты мен биік мұратын іздеген. Жалпы, адами ұлы мақсат мұратқа қатысты Шәкәрім Құдайбердіұлы 1911-1915 жылдары Троицк қаласында жарық көрген қоғамдық, саяси және әдеби басылым Айқап журналының 1912 жылы кезекті санында білімділерге бағыштап, Алланың адамды жаратудағы мақсұты не, адамға тіршіліктің ең керегі не, ең жақсы адам қандай кісі деген сынды пәлсапалық сауалдар жолдау тегін емес. Әуелі айтарымыз, өзін терең танымаған, өмірдің мәнін түсініп, жаратылыстың түпкі мағынасын ұқпаған адамда ұлы мақсат пен биік мұрат болмайды. Ондай пенде шынайы кемелденіп, кәміл адам дәрежесіне көтерілуі екі талай. Абай атамыз, адамды сүй, Алланың хикметін сез, не қызық бар бұл өмірде онан басқа деп, өмірдің мәні адамзатты сүю мен Алланың хикметін сезу екенін айтады. Алланың хикметі тіршіліктің мәні болмақ. Дана ойшыл 17-ші қара сөзінде өзің үшін еңбек етсең, өзі үшін оттаған хайуанның бірі боласың. Ал адамшылықтың қарызын өтеу үшін еңбек етсең, Алланың сүйген құлы боласың дейді. Осындағы Абай айтқан адамшылықтың қарызы деген не? Меніңше ғұлама адамшылықтың қарызы деп адамның жаратылудағы негізгі миссиясын айтып отыр. Олай болса, адамның негізгі миссиясын Құраннан іздеп көрелік. Алла Тағала бірқатар Құран аяттарында адамды халифа етіп жаратқандығын білдірген. Яғни ұлы жаратушыны танып біліп, ғалам атты ұлы көрмедегі әрбір теңдессіз көркем туындыға тамсанып, ұлы шебердің құдіретіне бас иіп, өзіне берілген нығметтерге шүкіршілік ету, жер бетін гүлдендіріп көркейту, міне осылар адамның халифа ретіндегі түпкі миссиясы. Яғни адамға жер бетін көркейту үшін Алла өз атынан өкілеттілік берген. Халифалық Алла мен адам арасындағы осынау қасиетті өкілеттілікке айтылады. Ғаламды гүлдендіріп, көркейту үшін адамға ақыл, сана, қабілет, қарым, мол мүмкіншілік берілген. Адам өзіне жүктелген ұлы миссияны орындау үшін әрдайым дамуға, кемелденіп, жетілуге міндетті. Адамға жүктелген халифалық міндетті Алла мен адам арасындағы қасиетті өкілеттілік делік. Осы өкілеттілікті қарапайым мысалмен түсіндіріп көрелік. Айталық, кез келген шетелдегі өкілетті елші өзін жіберген мемлекеттің атынан рұқсат шеңберінде ғана жұмыс істейді. Оның артында жеке мемлекет тұрғандықтан үлкен құзыретке ие. Сол құзыретті пайдаланып, мемлекеттің мүддесіне сай қызмет етеді. Мемлекет атынан әрекет еткендіктен, өзі өкілдік еткен елдегі биік мансап иелерімен оп-оңай кездесіп, кіммен болса да жүздесе алады. Бірақ өкілеттілігін асыра пайдаланып, мемлекет рұқсат етпеген істерге бас сұғу жазаланады. Өйткені өкілеттіліктің аты да айтып тұрғандай белгіленген шеңберден шығуға болмайды. Сол сияқты адам да Алла міндеттеген өкілеттілік шеңберінде әрекет етуге міндетті. Адам баласына жаратушы тарапынан мына дүниені көркейтуге, гүлдендіруге үлкен мүмкіншілік, өте ауқымды шеңбер, сан алуан қарым-қабілет берілген. Кез келген істі бісміллә деп, Алланың атымен бастауымыздың сыры осында жатыр. Бұл Алланың атынан әрекет ету деген сөз. Ал адал мен арамда Алла берген осыны өкілеттіліктің лұқсат пен тыйым шеңбері деуге болады. Жоғарыда атап өткеніміздей, өзіне сенім артып, өкілетіп жіберген мемлекетін мойындамай, ешбір шектеу шекарасыз өз қалауымен әрекет еткен жағдайда өкілетті елші жазаланатын секілді, халифалық міндет алған пенде де Алланы мойындамай, адал арам демей, лұқсат шеңберінен шыққан жағдайда жауапқа тартылуға лайық болады. Адам өзіне жүктелген осынау халифалық миссиясын ұмытып, Алла мен өзі арасындағы өкілеттілік жібін үзіп, дербес әрекет етуге талпынған кезде өмірдің мәні мен мына дүниеге жіберілу миссиясын, ұлы мақсатын жоғалтып алады. Кез келген жеміс бұтағынан, яғни өзегінен ажырағанда шіріп бүлінетін секілді, адам да Алласынан алыстағанда бұзыла бастайды. Барлық рухани проблемалар осы жерден бастау алады. Өйткені ұлы мақсаты жоқ, басы бос адам, кеудесі қаңыраған қуыс адам. Мұндай адам көбінесе мазасыз күй кешеді. Мұқағали ақын айтпақшы, демалса Кавказ, Қырым барғаның, бәрі өкініш, өзіңді өзің алдауың. Қалай үзіп, қайда тығып тыншисың, тыным бермес ойларыңның жалғауын.
ішкі бостықтан туындаған мазасыздықтан құтылу үшін дүние, атақ, мансап, тән рахаты секілді уақытша дүниелермен өзін алдарқатып өмір сүреді. Бірақ бәрібір шынайы жан тыныштығына қол жеткізе алмақ емес. Адамның көбі ұрпағын бағып-қағып, өсіріп жеткізуді өмірдің негізгі мақсатына телейді. Әрине, ұрпағынды жеткізу үлкен аманат. Бірақ бұл ұлы мұрат емес. Алланың адам табиғатына қойған табиғи мейірім мен жанашырлықтан туындаған жауапкершілігі мол абыройлы міндеті. Нақтырақ айтқанда, ұлы мақсат аясында атқарар асыл борышымыздың бірі болмақ. Егер ұрпақ үшін өмір сүру адамзаттың ең ұлы мақсаты, өмірдің түпкі мәні болғанда, перзенті жоқтардың немесе ұрпағы қайырсыз болғандардың мына дүниеде ғұмыр кешуінің ешбір мән мағынасы қалмас еді. Тіршілікте жасалатын әрбір істің өзіндік мақсаты мен мәні бар. Мысалы, оқып білудегі мақсат мықты маман болып, өзіңе, еліңе, адамзатқа пайдаңды тигізу. Бұл кіші мән. Ал осының бәрін Алланың ризашылығы, яғни жаратылудағы түпкі миссияңды орындау үшін жасау үлкен мән. Абай айтқан, адамдықтың қарызы дегеніміз осы. Кемел адам бар ғұмырын, әрбір ісін осы жаратқанның қалауына сай реттей алатын адам. Өмірдегі кез келген жетістікті, яғни кіші мәнді ұлы мұрат пен биік мақсатқа, яғни өмірдің мәніне байлай алмаған адам атақ, мақтау, марапат күту, тағы сол сияқты пенделік әрекеттерге әуес келеді. Әрбір істе мән бар, соны іздеңіз. Өмірде алға қойған мақсаттың, белді бекем буып, шарқ ұрып іздеген жетістігінің мәні не? Бай болсам деп жүгіресің. Қымбат көлікке, зәулім үйге қол жеткізсем деп ұмтыласың. Мансабым жоғарыласа деп тыраштанасың. Қыз күйеуге шықсам, жігіт сұлу құшсам деп армандайды. Бірақ осының бәрі не үшін? Осы арман мақсаттың негізгі мәні не? Деген сұрақты өзіңізге қойып көрдіңіз бе? Егер ел кимегенді киейін, жұрт ішпегенді ішейін, жалғанды жалпағынан басып шалқып өмір сүрейін, жұртқа пәрмен беріп мөр басайын дейтін қарабастың қамынан, нәпсілік қалаудан әраспайтын пиғыл басым болса, мұндай байлық та, мансап та өз иесін бақыт ете алмайды. Керісінше кесір болып жабысады. Зәулім үйде тұрсам, басқаға үйімнің кеңдігі мен көркемдігін көрсетіп мақтансам, деп жан рахатын, биік ғимарат пен кең үйден іздесең, қателесесің. Қанша үлкен болса да, ішінде жан жылу болмаса, ол үйге бақыт қонақтамайды. Бұған ат шаптырым зәулім үй тұрса да, күйзелісте жүрген талай жанның өмірі куә. Уақыт өткізбей тезірек күйеуге шығып алайын, отырып қалған кәрі дегізбейін деген бақай есіппен тұрмысқа шықсаң, қателесесің. Іздегеніңді уақытша табарсың, бірақ бақытты бола алмайсың. Өйткені сен тұрмыс құрудың негізгі мәнін түсіне алмадың. Кейбір жастардың көп өтпей ажырасып тынатыны сондықтан. Дәулетің мен ізгі істі мұрат етсең қандай жақсы. Мансабың мен жұртыңа пайдаң тисе нендей ғажап. Шаңырағының ұйытқысы, отбасының жылуы, ардақты ана, аяулы жар, кішіпейіл келін бола алсаң, отбасы болудағы мақсат та мән де осы емес пе? Осының бәрін ұлы мұратқа, үлкен мәнге байлай алсаң, адамдықтың қарызын өтеген боласың.